Суық түскенде лимон таптырмас өнім болып табылады. С дәрумені иммундық жүйені нығайта түседі, хош иісі жігерлендіреді. Ал шайы мен лимон қосылған бәліш әсерін күшейтеді. Сіздермен бірге дертке дау арнасы. Пайдалы ақпаратты көрмес бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып қоңыраушаны баса кетіңіз, және де келесі пайдалы видеоларымызды қарап жүріңіз. Сіздің оп-оңай болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Лимон бізге сонау Үндістан мен Қытай жерлерінен келген екен. Кезінде экзотикалық болған бұл жеміс қазірде елімізде орнығып, халқымыздың көңілінен шығып жатыр. Лимонның пайдасы мен зиянын біліп жүрейік. Лимон жыл бойы жасыл ағаштың жемісі. Оның құрамындағы пектин, эфир майлары бар. Лимон асқазандағы қорытуға көмектесетін заттардың бөлінуіне әсер етіп, ағзаға темір мен кальцийдің сіңіруін жеңілдететін энзимдарды бөледі. Өзі қышқыл болғанына қарамастан, ол асқазан суларының қышқылдығын төмендете түседі. Әрине, лимон құрамындағы С дәрумені жайлы айтпай қоймасқа болмайды. Ол жалпы иммундық жүйені жақсартып, түрлі ауруларға тосқауыл болады. Лимон ағзадан қажет емес, кір қоқыстарды шығаруға да көмектеседі. Мысалы, ұзақ уақыт дәрі, антибиотик қабылдасаңыз, лимонның көмегімен бауырыңызды улы заттардан тазартсаңыз болады. Лимон шырыны мен қабығы антисептикалық қасиетке ие. Онымен жараларды сүртіп, ерітіндісімен тамақ шайса болады. Лимон қан құрамындағы холестерин деңгейін төмендетіп, тәбетті ашады. Лимон құрамындағы ер дәрумені қан тамырларын беріктендіріп, қан қысымын көтереді. Әрине, лимонның ең танымал қасиеті жұқпалы тұмау ауруына төтеп бере алуы. Лимонның хош иісі өсімдіктің әртүрлі бөліктерінде кездесетін лимонды эфир майына және терпеннің хош иісті молекулалары А лимоны мен 90%-ға дейін цитралға байланысты. Ароматерапияда лимон майы бас ауруы, мазасыздық, жаман көңіл-күй, депрессияға қарсы қолданады екен. Лимонның жүрек денсаулығы үшін инфаркт қаупін азайтады, холестеринді төмендету, қан аздықпен күресу. С дәрумені өсімдіктерден темірдің сіңірілуіне жақсы ықпал етеді деген сияқты пайдасы ғылыми дәлелденген. Лимондар бүйрек тастарымен күресуге көмектеседі екен. Ол үшін күніне жарты стакан лимон шырынын ішіп отыру қажет. Лимонның эфир майы және ақ бөліктеріндегі болатын заттардың жоғары концентрациясы жануарларға жасалған зерттеулерде ісікке қарсы әсері бар екендігі анықталған. Ал лимонның салмақ жоғалтуға тигізетін пайдасы асыра сілтеушілік екен. Лимон құрамындағы пектин сізге қанық-қандықты сезінуге көмектеседі, бірақ ол әдетте жеуге болмайтын ақ бөлігінде болады. Сондай-ақ қабығында болатын полифенолдар салмақ жинауды азайтуға әсер етеді. Алайда бұл зерттеу тышқандарға ғана жүргізілген. 100 грамм лимонның құрамында 29 калория бар. Егер сіз лимонды қантпен бірге тұтынсаңыз, онда калория мөлшері 209 калорияға дейін көтеріледі. Егер сіз лимон, зімбір және бал қосылған су немесе шай ішсеңіз, онда әр стақан сіздің рационыңызға 60 калория қосады екен. Лимон жұмсағы, лимон және алма сияқты органикалық қышқылдары, пектин заттары, қант 3,5%-ға дейін, каротин, фитосидтерге бай. Лимонның құрамындағы келесідей дәрумендер бар: тиамин, В1 дәрумені, рибофлавин, В2, аскорбин қышқылы, С дәрумені, рутин, витамин Р, сонымен қатар флавоноидтар, кумарин туындылары, антикоагулянттар ретінде қолданылады. Гесперидин қан тамырларының қабырғаларын нығайтуға көмектеседі. Эриоцитрин және де иридиктиол артық майдың жиналуын азайтуға көмектеседі. Тұқымының құрамында май және ащы зат лимонин болады. Бір қызығы, лимон жапырақтарында да С дәрумені, ал қабығында цитротин глюкозиді болады екен. Лимонның емдік қасиеттері: сүйелдерге қарсы. 2 лимонның ұсатылған қабығын 30% сірке судан 0,5 стаканға құйыңыз. Тығыз жабылған ыдыста
кезеңдеп шайқап отырып 8 күн ашыту керек. Сүзіңіз. Осы тұнбада суланған тампонды күніне бірнеше рет сүйелдерге жағыңыз. Секпілдерге қарсы 100 грамм бал алып, 1 лимонның шырынымен араластырыңыз. Осы қоспамен дәкеден жасалған майлықтарды дымқылдатыңыз және де секпілдер жабылған жерлерге 15-20 минутқа жағыңыз. Табысқа жету үшін үнемі 15-20 маска жағуға болады. Гипотонияға қарсы төмен қан қысымы болған кезде, климактериялық кезеңінде тамақтан соң үгітілген кофе дәмдерінен 50 грамм 0,5 кг балдан және 1 лимонның шырынынан жасалған қоспаны 2 сағаттан кейін 1 шай қасықтан қабылдаңыз. Қоспаны тоңазытқышта сақтау керек. Бас ауруына қарсы жаңа піскен лимонның қабығын алыңыз. Седрадан тазартыңыз, қабаққа салыңыз және бірнеше уақыт ұстаңыз. Кейін терінің үстінде лимон қабығының астында қызыл таңба пайда болады. Ол қызиды және қышиды, ал бас ауруы басылады. Босанудан кейін тазарту. 5 шикі жұмыртқаның қабығын тазартыңыз және оны 2-3 күн ұсақ туралған, тазартылмаған лимонмен араластырыңыз. 1 күн ашытып, содан кейін 0,5 литр арақ қосу қажет. 3 және 6 бойы күніне 3 реттен, тамақ ішкеннен 20 минут өткеннен кейін қабылдау қажет. Тістерді нығайту үшін. Егер сіз тістеріңіз ақ, ал тамырлары мықты болсын деп тілесеңіз, тістеріңізді лимонның қабығымен асыңыз. Қан кету кезінде, жатырдан қатты қан кетуде, 6 жұмыртқаның ақтарын 0,5 шай қасығы лимон қышқылымен араластырып, ішіп қойыңыз. Егер қажет болса қайталаңыз. Мүйізгектерге қарсы ұйықтар алдында аяқты ыстық сумен буландырыңыз. Құрғақ болғанша сүртіңіз және кішкене балдырмен лимонның қабығын, лимонның шетін мүйізгекке байлап қойыңыз. 4-5 күннен кейін мүйізгек толығымен жоқ болып кетеді. Аяқ сіңірінің тартылуы кезінде аяқтың табанына таңертең және кешке лимонның шырынын жағып шығыңыз және жүрмеңіз. Аяқ киімді шырын кеппегенше кимеңіз. Емделу курсы 2-7-ден аса емес. Тырнақтарды күту. Тырнақтар икемділік пен қаттылыққа жоғалтпау үшін оларға лимон шырыны мен май қоспаған жиі жағу керек. Талып қалу кезінде 100 грамм құрғақ лимон қабықтарын ұсатыңыз. 1 литр арақ құйыңыз. Анда-санда шайқап отырып, 3 апта жылы жерде ашытыңыз. Сүзіңіз. Күніне 3 рет 25-30 тамшыдан қабылдаңыз. Жасарғыңыз келсе, қабығымен 3 лимонды, 3 бас сарымсақ, 300 стақан мүкжидекті сығыңыз. 7 стақан қайнатылған сумен ашытыңыз. 2 күнге салқын жерге қойыңыз. Сүзіңіз. 400 грамм бал қойыңыз, араластырыңыз және тағы 2 күнге салқын жерге қойып шығыңыз. Күніне 3 рет 1 ас қасықтан ішіңіз. Қайызғаққа қарсы 4 лимонның қабығын 1 литр суда 15 минут пісіріңіз. Қайнатпаны сүзіңіз. Шашты қайнатпамен аптасына 1 рет шайып отырыңыз. Лимон қышқылы ойып түсетін зат және органикалық еріткіш болып табылады. Ол тіс емалына теріс әсер береді. Сондықтан лимон жегеннен кейін аузыңызды таза сумен шайған дұрыс. Қолдың терісіне лимон шырынын үнемі тигізу саусақтың терісінде ауырсынуды тудыруы мүмкін. Ем болсын, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.